Кеш жарық болсын ағайын. Бүгін 28-і 12 ай желтоқсан 2021 жылдың бүгінгі мынау шығарып отырған екінші видеом болып отыр. Бұл видеоны бұлай бірінің артынан бірі шығарғанымдағы себеп мынау әруақ жайлы бір немді өзімнің толғанысым еді. Сол толғанысымды сіздер тыңдап бағасын берсеңіздер, қисынға қалай келеді, басқа жағы қалай болады, бір өздеріңіз ой елегінен өткізсеңіздер екен. Әруақ. Ата-ана қосылғаннан бала туар, баланың қорғаушысы қоса туар. Құдайдың сыйы болған энергия, қазақшасын айтқанда әруақ шығар. Әруақ желеп-жебеп жүреді екен, қиналғанда жаныңа келеді екен. Әруақты күшейтетін құрлығы бар, аты оның ғайберен 40 шілтен. Ата өлсе, онан қалған энергия ұрпаққа мұра болып беріледі. Атамның әруағы деген сөзі балаға қалдыратын күш мөлшері. Атаның жиған терген даналығы балаға 40 жылға азық болды. Атаның түп саналық энергоны балаға қуат беріп күші толды. Энергондар атадан қалады екен, ұрпақтың күш қуаты толады екен. Атасының басына барған кезде энергоның бір жасап қалады екен. Ел үшін жан берсіп, жан алыссаң, абылайлап әруағын сен шақырсаң, күш қуатың толысып арқаланып, шығасың көзің от боп бейне қаран. Қабанбай тірісінде айтып кетті, әруағым қолдайды деп әмбе жұртты. Дініне, қанына да қарамаймын, қабанбайлап шақырса ұлы рухты. Әруақ десе, Құдай қапа боп қалады, аузына тозақтағы от салады. Жаратушы қызғаншақ деген сөзді қатынын аңдығандар көп айтады. Құдай ұрса оңдырар деген екен, Құдай берсе сұраусыз береді екен. Қарап тұрып суға дәрет сындырғанды әруақ ұрып бір жақты етеді екен. Табиғаттың заңына қарсы шықсаң, бауырдың сыйластығын және бұзсаң, өзің тұрмақ ұрпағың зиян тартып, боласың көгермегір әруақ атқан. Білім күшің толысса, әруағың қуат алады. Надандыққа болсаң, әруақ тастап қашады. Әруағыңнан айырылсаң, сен де бір ағаш қураған. Әруағыңды бағала, әруақ ұрған оңбаған. Мінекей, бауырлар, бұл әруақ жайлы өзінің қысқаша сондай бір шағын түрде берілген түсінікті тілдегі информациям, ақпаратым еді. Бұл жерде мынау заманауи сөздерді де, терминдерді қолдана отырып, замандастарымызға әруақ жайлы пікірді ашып айтқым келді. Ал енді мен сіздерге осы өлең жолдарындағы, мынау қатарындағы сөздерін бір кішкене түсіндіріп кетсем, жалпы түсініктірек болу үшін. Былай дедік, атаны қосылғаннан бала туады, бала туады, онан кейін баламен бірге оның өзінің қорғаушы, ол не болады? Құдайдың сыйы дейміз. Құдайдың берген сыйы энергия. Сол энергиясы бірге туылады. Былайша айтқанда жанмен бірге жүретін, мысалы үшін баланың серігі болады ғой. Жатырда жатқанда бала болады, серігі болады жаңағыдай. Сол секілді ол да баланың жаны өз денесінде болса, серіктің жаны қасында әруақ болып жүреді деген секілді бір соған жақындау. Әруақ желеп-жебеп жүреді екен, қиналғанда жаныңа келеді екен дедік. Қиналсаң, әруақ шақырсаң қасыңа келеді. Ол сондай бір энергия сені қорғап, қоштап, желеп-жебеп жүретін. Әруақты күшейтетін құрлығы бар, аты оның ғайберен 40 шілтен. Қазақ айтады, ғайберен 40 шілтен шылауыңда болсын дейді. Ол сенің әруағыңды күшейтіп, әртүрлі қиын жағдайларда, сондай сын сағаттарда саған тосыннан жол тауып кетуге көмектеседі. Ата өлсе, онан қалған энергия ұрпаққа мұра болып беріледі дедік. Ата өлгеннен соң, мысалы біз өлсек, баламызға біздің сол энергиямыз мұра болып қала береді. Оларға жиналып, оның энергоны деп отырмыз. Мысалы, энергон деген сөз, атадан қалып келе жатқан, жиналып келе жатқан жаңағы энергия мөлшерлері, ол ұрпақтың өзінің несіне жақындай береді жаңағыдай. Жиналып, қордаланып, жаңағы энергия, оның әруағы күшейе береді. Сосын былай дедік. Атаның жиған терген даналығы балаға 40 жылға азық болды. Атаның жақсы аты балаға 40 жылдық азық деген қазақта сөз бар. Ал атаның түп саналық энергоны, жаңағы атаның түп санасымен байланысты болған энергон, ол түп сана деген ар жақтағы жаратушыға қарай кетіп қалады. Одан ары қарай шексіз даналық мұхитына кетеді. Міне сол түп санамен байланыстыратын энергон сол балаға күш қуат болып, міне баланың қасында желеп-жебеп жүретін сол энергон. Ол да бір тәңірдің, Құдайдың, жаратушының сыйы адамға берілген. Энергондар атадан қалады екен, ұрпақтың күш қуаты толады екен. Атасының басына барған кезде энергоның бір жасап қалады екен. Міне бізде көбінесе жаңағы атасының басына бару деген қазақтың дәстүрі бар, кереметтей. Сонда ол жерге барған кезде біздің бойымыздағы әруақ қуатымыз, энергондарымыз бір жасап, жаңарып, қайтадан ширығып, күшін жинап қалады екен да. Ел үшін жан берсіп, жан алыссаң дедік. Ел үшін жауға қарсы шығатын болсаң, елді сақтау үшін бір күреске шығатын болсаң,
абылайлап әруағын сен шақырсаң дейді. Енді қазақ білесіздер, жауға шапқан кезде абылайлап шапқан біздің ұранымыз болған. Күш қуатың толысып арқаланып шығасын көзің от боп бейне қыран. Сонда жаңағы абылайдың әруағын шақырған кезде энергияларыңыз толысып, бойыңыздағы энергияңыздың бәрі артып, мына түп санымен байланыс күшейіп, табиғаттың тылсымымен байланыс күшейіп, сіз көзіңіз қыран құсап көріп, жаңағы көзіңіз былайша айтқанда оптический прицел дейді ғой, орысшасын айтқанда, недегі снайперде болатын. Ал енді олыңызда өмірде болған, біздің ата бабаларымыз қаншама жаумен шайқасты, соның бәрі сол әруақ келіп көмектескен. Ол бір құдай одан қапа болып қалып, сендер менің берген энергиямды неге пайдаланасыңдар деп. Ондай болса көмірді де пайдаланбайық, газды пайдаланбайық, электр энергиясын пайдаланбайық, тікелей құдайдан қуат аламыз деп отырайық. Ондай жоқ қой. Біз алып жатырмыз ғой, көмір, газ, электр энергиясы, жел энергиясы, атом энергиясы. Оның бәрі құдайдың сыйы емес пе бізге? Жаңа мен мына мұсылман бауырларымызға айтып отырмын да, әруақ десең ол ширк болады дедім. Ол қалайша ширк болады? Егер атадан балаға сол құдайдың сыйы болып, әруақ энергия болып келіп жатса бізге. Қабанбайдың тірісінде айтқан сөзі бар. Мұсылман кәпір демеймін, алыс жақын демеймін, атымды кім атаса, соны қолдап жебеймін деген. Міне кез келген жерде байқасаңыз Қабанбайдың ескерткішінің жанында жазулы тұр. Сонда Қабанбай тірісінде айтып кетті, әруағым қолдайды деп әмбе жұртты, барлығын, орыс па, қазақ па, Қытай ма, араб па, жоқ өзбек па, оған қарамаймын деп отыр. Дініне, қанына да қарамаймын, Қабанбайлап шақырса ұлы рухты дейді. Қабанбайдың әруағына сыйынып, соның әруағын шақыратын болса дейді, соның барлығына мен көмектесем деп Қабанбай атамыз тірі кезінде айтып кеткен екен. Әруақ десе құдай қапа болып қалады, аузына тозақтағы от салады, жаратушы қызғаншақ деген сөзді қатынын аңдығандар көп айтады дедік. Бізде көбінесе қазіргі мынау біздің ислам дінін ұстанатын бауырларымыз айтады, сен әруақ деп айтпа, ол саған көмектесе алмайды. Ал сен үйтіп әруақ деп Аллаға серік қоса беретін болсаң, ол сен аузыңа от толтырады, жаңағыдай үстіңе қайнаған су құяды, іріңді ішкізеді, қайнаған іріңді бақашаяндарға шақтырады деп бізді қорқытуға тырысады. Ал шын мәнінде құдай ондай қызғаншақ емес. Ол анау жаңа қатынын аңдыған жігіттер болады. Жаңа қатынның WhatsApp-ында тексеріп, телефонын тексеріп, көшеге жалғыз шығармай, орап тастап, көзіне де қара ашкиді тағып тастап, жаңағыдай сөйтіп жүреді. Ол қатынын адам санамайтын адам ғой, былайша қарағанда. Адам санамайды олар. Оны бір кукла санайды, миы жоқ. Кез келген адам алып ойнап кете береді деп ойлайды да. А кез келген әйел, кез келген ол адам, ол ана, оның өзінің миы бар ғой мына жерде. Ол істеймін деген нәрсесін сен автоматпен жүрсең де істейді. Сондықтан ол нәрсені қою керек, қызғаншақтық деген нәрсені. Ол қызғанатын жері бар, реті бар, орны бар, оған дауым жоқ. Бірақ жаңа құдай әруақтан адамды қызғанады деген, ол күлкілі де емес, ол бір ақымақ сөз. Құдай ұрса оңдырар деген екен, құдай берсе сұраусыз береді екен. Көрдіңіз ба? Құдай ұрса оңдырады дейді қазақ. Ол не деген сөз? Құдай ұрса адамды оң жолға түсіруге көмектеседі. Адамның миына ұшқын береді. Адам ми арқылы жол табуға кетеді. Сол жол табуға түскен кезде оған әруағы дем береді адамға. Әруағы күш береді, қуат береді. Өзінің ақылы, санасы, бойындағы қайраты, сол күштердің бәрін мобилизация жасауға көмек беретін нәрсе ол жаңағы әруақ. Ал бағытқа түсуге көмек беретін ол Тәңір Құдай жаратушы. Табиғаттың заңына қарсы шықсаң, бауырдың сыйластығын және бұзсаң, бауырдың арасындағы сыйластықты бұзсаң, жаңағыдай да, табиғаттың заңына қарсы шықсаң, кие деген нәрсе бар, обал деген нәрсе бар. Сол нәрселерге деп отырмыз. Өзің тұрмақ ұрпағың зиян тартып, боласын көгермегір әруақ атқан дедік. Яғни өзің түгіл ұрпағыңа да зиян тиіп кетеді оның. Ол сен өзің көтеріп кете берсең мейлі ғой ана жаққа. Көтеріп кете бермейсің. Ұрпағыңа қарғыс болып қалады, зиянкес болып қалады. Сондықтан мынау дүниеде біз ешқандай да ана дүниеге барып есептесіп аламыз. Мына жерге бір ақша беріп мешіт салдыра салайық та, болмаса қажыға барып кеп анадан туғандай тазара салайық демейміз. Бізде ондай нәрсе жоқ біздің қазақтың дүние танымында. Қолмен істегенді мойынмен көтересің болды. Немесе қаныңмен көтересің болды, басқа жол жоқ. Ол мен Құдайға паралап ақша бере салам, садақа бере салам, сөйтіп жаңағыдай мәселені, былайша айтқанда вопрос шешіп кетем, решать етіп кетем, жігіттерді араға салам, чымкентский вариант деген ол нәрсе жүрмейді. Білім күшің толысса, әруағың қуат алады. Енді осы жерде білуіміз керек, әруақ қуат алу үшін біз біліміміз күшті болу керек. Біліміміз күшті болмаса, біз надандыққа болсаң, әруақ тастап қашады. Надандыққа адам болысқан сайын, білімсіздікке, надандыққа өз миын пайдаланбай, біреудің миымен жүріп, жаңағыдай, біреудің айтқан сөзіне еріп,
сондайға жүрген жағдайларда онда әруақ оны тастап кетеді. Өйткені әруақ көріп тұр оның адасып бара жатқанын. Ал енді әруақ оны қолынан сүйреп жаңағыдай оны малды жетектегендей қылып мына жаққа алып шыға алмайды. Адамның өзінде санасымен соны қаламаса. Сондықтан әруақ оны тастап кетеді. Сондықтан да әділетсіз соғысқан адамдар үнемі жеңілісте болады, білсеңіздер. Әруағыңнан айырылсаң, сен де бір ағаш қураған ағаштай боламыз, әруағымыздан айырылып қалсақ. Әруағыңды бағала, әруақ ұрған оңбаған. Құдай ұрса оңдырады, тура жолға салады Құдай ұрса. Әруақ ұрса қаныңмен көтересің, жаныңды бересің, бала шағаңа қарғысыңды қалдырасың, сөйтіп кетесің. Сондықтан қазақтың дүниетанымында ол мен жаңағыдай кешірім сұрай салам, Құдайды мақтап құлағына лапшаны іліп алып, жаңағыдай неғып кетем, құтылып кетем. Болмаса жаңағыдай бір ақша бөле салып, сол ақшамен жуып алам деген ондай нәрсе жоқ. Қазақтың дүниетанымында көресіні көрмей көзге кірмейсің дейді, көрге кірмейсің дейді. Сол секілді міне әруақ жайында бауырлар өзінің жиған түйген қысқа шағын өлең ретінде жазып шығардым. Осы видеоның астында жаңағы несінде әрі сілтемеде, әрі түсіндірме бөлігінде осы өлең жазылып тұрады. Алып қосарларыңыз болса, мен қуана оны қарсы алам. Және де осы каналыма жазылып, видеоларға лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірсеңіздер екен. Уақыт бөлгендеріңізге үлкен алғыс ағайын. Көп жасаңыздар, хабардамыз.